давайте үшбұрыштың ауданын табуға тырысайық. Бәріміз білетін форма болуы мүмкін, кейбіреу білмейді. Бірақ жалпы қалай пайда болды, қызық болуы мүмкін. Мынау біздің алдыңғы сабағымыз бұл төртбұрыштың формуласы болған, аудан мен периметрдің. Так, енді давайте бүйтейік. Тікбұрышты үшбұрышты алайық алдымен. Мына түрде тікбұрышты үшбұрышты алайық. Және бұның қабырғалары болсын А, Б, С, ұзындықтары болсын, мынау Б болсын, мынау А болсын. Немесе бола берсін. Б, А болсын. Мінекей осы үшбұрыштың мынау С болсын. Периметр мен ауданын табайық. Бұл жерде айта кететін нәрсе, мынау қазірше бізде тікбұрышты үшбұрыш. Осы бізге ыңғайлы болды. Осының периметрін табайық. Периметр А, Б, С. Есінде осы периметр деген бүкіл қабырғаларды қосып шығу. Демек А қосу Б қосу С формуласы. Бұнда ешқандай проблема жоқ. Қиындау табатын нәрсеміз ол осы үшбұрыштың ауданы С, А, Б, С қалай тапса болады. Енді бір байқауға болатын нәрсе, біз бұл үшбұрышты төртбұрышқа толықтырсақ болады. Мысалы қалай? Мысалы былай. Мына жерден бастап, мына АБ-ға параллель салам. Дәл АБ-ның ұзындығы бірдей. С-ді және мынау Б-ді сонда АЦ-ға тең болады. Мына ұзындығы Б, мына ұзындығы А. Сонда мынау Б-ді С үшбұрышы, жасыл мына үшбұрыш, мына үшбұрыш, мына үшбұрышты бірдей болып тұр. Демек, мына үлкен төртбұрыштың АБ, С, ДЦ төртбұрыштың ауданын тауып, екіге бөлсем ровно, маған керек мынау үшбұрыштың мына ауданын таба аламын. Демек, бұл аудан не менде? С төртбұрыштікі А, Б, Д, С төртбұрыш жазған кезде рет ретінде жазған дұрыс. А, Б, Д, С. А, Б, Д, С төртбұрыштың ауданын екіге бөлсем, менде мынау жартысы, маған керек үшбұрыштың ауданын шығады. Ал төртбұрыштың ауданын біз формуласын білеміз. Білгенде қалай? Алдыңғы видеода өткенбіз. Оның формуласы былай. Мынау А ені мен Б ұзындығын көбейту керек. А көбейту Б бөлу 2. Сонымен керемет, мынандай бір үшбұрыштың ауданын, тікбұрышты үшбұрыштың ауданын мына 2 катетін немесе А және Б қабырғаларын көбейтіп, 2-ге бөлу керек. Бұл тікбұрышты үшбұрыштың периметр мен ауданын формуласы. Енді кездейсоқ үшбұрыш қарастырайық. Кездейсоқ үшбұрыш, мысалға мынандай үшбұрыш қарастырайық. Бұл үшбұрыш қандай болсын? Бұл үшбұрыш ұзындықтары А болсын, Б болсын, С болсын. Периметр формуласы өзгермейтіні белгілі. А қосу Б қосу С болады. Мен нелерін жазып қояйын. Үшбұрыштың төбелерін А, Б, С үшбұрышы. Енді осының ауданын қалай тапса болады? Ауданын табу үшін биіктік деген түсірейік. Мысалға С нүктесінен АБ табанына мынандай биіктік түсірейік. Мынау H болсын биіктің ұзындығы. Сонда біздің үшбұрышымыз 2 тікбұрышты үшбұрышқа бөлініп тұр. Мынау бірінші үшбұрыш, мынау екінші үшбұрыш. Біз бұндай үшбұрыштардың ауданын табуды білеміз, жаңа өттік. Енді тауып көрейік аудандарын. Енді астындағы А ұзындығы, мынау А ұзындығы 2 бөлікке бөлінсін. Мына жерге дейін М ұзындығы, ортаға дейін, мынау нүктеге дейін, ал одан кейін мына жерге N 2 бөлікке бөлінсін. Сонымен бірінші үшбұрыштың ауданын табайық. Бірінші үшбұрыштың ауданы қалай табады? S1. Ол есіңізде болса жоғарыдағы формуламен А көбейту Б бөлу 2, бірақ бізде мұнда басқа әріптер H пен M. H көбейткен M бөлу 2 болады. Мынау бірінші үшбұрыштық. Екінші үшбұрыштың ауданын табайық. Бұны біз S2 дейміз. Бұл да H және N әріптері. Сондықтан H көбейткен N бөлінген 2 болады аудан. Енді бізге керек үшбұрыштың ауданы S, A, B, C. Ол не бізде мына 2 бөліктің 2 үшбұрыштың қосындысына тең. S1 осы S2. Қосайық. S1 деген H көбейткен N бөлу 2. Қосу S2 деген H көбейткен N бөлу 2. Егер ортақ бөлім келтіріп қосатын болсақ, HM қосу HN бөлінген 2. Немесе алымында байқап отырсаңдар, H-ты бізде жақшаның сыртына шығарып жіберуге болады екен. Бұл кезде не болады? H көбейтілген жақшаның ішінде N қосу N
бөлінген 2 болады екен. Арыға жалғастыруға болады, өйткені мынау m қосу n, бізде неге тең? Байқап отырсаңыз, суретте m қосу n бізде a ұзындығына тең. m-ге n қосқанда a шығады. Сонымен қорытынды формула шығады. SABC деген ол биіктікті, сол биіктік түскен табаны a-ға көбейтіп 2-ге бөлуге керек екен. Мынау үшбұрыштың ауданы. Қайталап жіберейік. Мына үшбұрыштың ауданы, периметрі оңай. Енді бір мысал. Қарапайым бір мысал. Орын азғантай, сол үшін кішкентай қылып сурет саламын. Мынандай үшбұрыш болсын. Биіктігі болсын. Ұзындықтарын берейік. Табаны 10 болсын. Биіктігі ұзындығы 4 болсын. Мына қабырғалар 3. Мына жері 3 боламайды ғой. Мына жері 6 болсын. Мына жерде 7 болсын. Сондай, мысалы PQR деген үшбұрыш қарастырайық. Периметр PQR тапқан кезде оңай, бүкіл қабырғаны қосу керек. 10, 6 және 7. 10 қосу 6 қосу 7. 23 қателеспесем сантиметр болса әрқайсысы 23 сантиметр. Енді аудан SPQR-дың біз жағы тапқан формула бойынша. Демек, аудан тауыш бізге бірінші биіктік керек. Ол бізде мынау 4 айтылған бойынша 4 биіктік және оған түскен табан, сол биіктік түсірген табан 10 керек. Значит, былай болады. Біз биіктікті көбейтеміз табанына 10-ға бөлеміз 2-ге. 40 бөлу 2 20 сантиметр квадрат. Себебі мына биіктікте табаны сантиметрмен көбейткенде сантиметр квадрат. Сонымен өте оңай мысал, қарапайым үшбұрыштың ауданының периметріне қатысты.